Сабақтың тақырыбы бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. Сабақтың мақсаты бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін табу үшін жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсының шешімдерін табу керек. Табылған шешімдерді бір координаталық түсуде кескіндеу керек. Координаталық түсуден жүйедегі теңсіздіктердің ортақ шешімдерін табу керек, немесе бірде-бір шешімі болмайтындығын дәлелдеу керек. Бірінші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Әр теңсіздіктің шешімдерін табайық. Теңсіздіктер жүйесіндегі екі теңсіздіктің әрқайсысын онымен мәндес теңсіздікке түрлендірейік. Алдымен теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жинаймыз. Яғни 20х кіші немесе тең минус 40-тан, минус 27-ден 4х үлкен минус 9-дан 2-ден. Х-тің коэффициентіне теңсіздіктің екі жағында бөлейік. Х кіші немесе тең минус 40 бөлінген 20, х кіші минус 9-дан 2 бөлінген минус 27-ден 4. Осыдан х кіші немесе тең минус 2 және х кіші 2-ден 3-ті аламыз. Теңсіздіктің шешімдерін бір координаталық түсуде кескіндейік. Жауабын жазайық. Жүйенің шешімі жиындардың қиылысуы болады. Екінші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Әр теңсіздіктің шешімдерін табайық. Бірінші теңсіздік 2 көбейтілген х қосылған 5, кіші 2 азайтылған 2х. Жақшаны ашсақ, 2х қосылған 10, кіші 2 азайтылған 2х шығады. Теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жинақтайық. Ұқсас қосылғыштарды біріктірсек, 4х кіші минус 8 шығады. Теңдіктің екі жағын 4-ке бөліп, х кіші минус 2 аламыз. Екінші теңсіздік 4 көбейтілген 2 азайтылған х кіші немесе тең 3 азайтылған х-тан. Теңсіздікті өзіңіз шығарып көріңіз. Егер сізде х үлкен немесе тең 1,3-тен 2 шықса, сіз теңсіздікті дұрыс шығардыңыз. Координаталық түсуде бірінші теңсіздіктің шешімін бейнелейік. Екінші координаталық түзу сызып, екінші теңсіздіктің шешімін бейнелейік. Екі координаталық түзуге ортақ аралық жоқ. Яғни теңсіздіктер жүйесінің шешімі бос жиын болады. Жауабын жазыңыз. Үшінші есеп. Теңсіздіктер жүйесінің шешімі болатын барлық бүтін сандарды табыңыз. Әр теңсіздіктің шешімдер жиынын табайық. Алдымен әр теңсіздікті бөлшектерінің ең кіші ортақ еселігіне көбейтейік. Яғни бірінші теңсіздікті 13-ке, екінші теңсіздікті 4-ке көбейтеміз. Теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жинақтаймыз. Ұқсас мүшелерді ықшамдайық. Координаталық түсуде теңсіздіктердің шешімдер жиынын бейнелейік. Теңсіздіктер жүйесінің шешімі жартылай интервал болады. Осы аралыққа тиісті бүтін сандар минус 2, минус 1 және 0. Төртінші есеп. Қос теңсіздікті шешіңіз. Теңсіздіктер жүйесін құрастырайық. Әр теңсіздіктің шешімін табайық. Теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жинақтаймыз. Ұқсас мүшелерді ықшамдайық. Теңсіздіктің әр жағын минус 7-ге көбейтейік. Екінші теңсіздіктің де әр жағын минус 7-ге көбейтейік. Координаталық түсуде теңсіздіктердің шешімдер жиынын бейнелейік. Жауабын жазайық. Бесінші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Әр теңсіздіктің шешімдерін табайық. Бірінші теңсіздік 3х қосылған 2 үлкен х минус 2-ден. Теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жинаймыз.
Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. 2х үлкен минус 4-ке. Теңсіздіктің әр жағын 2-ге бөліп, х үлкен минус 2-ні аламыз. Екінші теңсіздік. Х қосылған 15 үлкен 6 минус 2х-тан. Теңсіздікті өзіңіз шығарыңыз. Егер сізде х үлкен минус 3 шықса, сіз теңсіздікті дұрыс шығардыңыз. Үшінші теңсіздікті де тура солай шығарыңыз. Сізде х кіші немесе тең 3 шығады. Бірінші теңсіздіктің шешімін координаталық түзуде бейнелеңіз. Екінші координаталық түзу сызып, екінші теңсіздіктің шешімін көрсетіңіз. Үшінші координаталық түзуде үшінші теңсіздіктің шешімін көрсетіңіз. Үш координаталық түзуге ортақ аралықты сызыңыз. Жауабын жазыңыз. Алтыншы есеп. Есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз. Белгісіз бүтін санды х деп белгілейік. Онда 2 еселенген сан 2х, ал осы санның жартысы 0,5х болсын. Есеп шарты бойынша теңсіздіктер жүйесін құрып, оны шығарыңыз. Теңсіздіктер шешімін бір координаталық түзуде орналастырыңыз. Берілген аралыққа тиісті бүтін сан 36-ға тең. Есептің жауабын жазайық. Алакөлге дейін 36 километр қалды. Жетінші есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз. Есеп шартында екінші ерітінді белгісіз. Оны х деп, ал х-тің 20%-ын 0,2х деп белгілейік. Есеп шартына сәйкес теңсіздіктер жүйесін құрастырайық. Шыққан теңсіздіктер жүйесін шығарайық. Ол үшін әр теңсіздікті жеке-жеке шығарамыз. Алдымен жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Теңсіздіктер шешімін бір координаталық түзуде бейнелейміз. Жауабын жазайық. Диана екінші ерітіндіден 8 литрден артық, бірақ 24 литрден артық емес құя алады. Есте сақтаңыз. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу үшін жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсысының шешімдерін табыңыз. Табылған шешімдерді бір координаталық түзуде кескіндеңіз. Координаталық түзуден жүйедегі теңсіздіктердің ортақ шешімдерін табыңыз, немесе бірде-бір шешімі болмайтынын дәлелдеңіз.